Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай өте дәмді және тез дайындалатын, көп құрамды қажет етпейтін эклерді дайындаймыз. Ол үшін бізге құрамдары су, жұмыртқа, май, ұн және тұз қажет. Осылайша барлық құрамдарды өлшеп аламыз. Толық нұсқаны төменге граммдарын барлығын анық етіп жазып кетемін. Видеоны соңына дейін қарасаңыз барлығы түсінікті. Осылайша таза ыдысымызға суымызды құямыз. Содан соң майымызды саламыз және тұзымызды саламыз. Осылайша майымыз ерігенше араластырып отырамыз. Осылайша майымыз еріп болғаннан соң барлығы толықтай еруі қажет. Мінекей осылайша. Содан соң ұнымызды сала отырып араластырып отырамыз. Мінекей ұнымызды осылай аз-аздан сала отырып араластырып отырамыз. Бізде осындай масса шығады. Содан соң осы массамызды азғантай суытып аламыз. Осылайша барлығы біркелкі болғаннан кейін кішкене суытып алып, үстіне жұмыртқамызды салатын боламыз. Біздің жұмыртқамызды салған кезде пісіп кетпеуі керек, сондықтан кішкене суытып аламыз. Кішкене суыған уақытта осылай жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып, осылай қолымыздың көмегімен қамырымыздың біркелкі болғанша араластырып отырамыз. Мінекей бізде осылайша осындай масса шығады. Барлығын әбден мұқият араластырамыз. Осындай не сұйық емес, не қою емес, осындай қоймалжың масса шығады. Оны арнайы насадка, егер сізде насадка болса, насадканың көмегімен жасасаңыз болады. Менде насадка слишком құттай болды, осылай ыдысы да құттай болды, үйлестіре алған жоқпын. Содан соң осылай простой етіп жасай салдым. Егер сізде үлкен насадка болса, соны қолдансаңыз, сіздің эклеріңіз әдемі болып шығады. Осылайша дайын эклерімізді қызып тұрған пешімізде қызарғанша пісіріп аламыз. Содан соң өзіңіздің қалауыңыз бойынша ішіне сгущенка салсаңыз да болады, немесе осылай сыртын шоколадтап әдемілесеңіз болады. Менде шоколад және
орешки мен сәндедім. Содан соң үстіне сгущенка жағып шықтым. Мінекей, осылайша бізде дәмді эклеріміз дайын болады. Мінекей, мынау піскен кезіндегі фотосы. Мінекей, осылайша өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Құрамы өте жеңіл және өте жеңіл дайындалады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Рахмет. Ас болсын. Ас болсын. Ас болсын. Арнама тіркеліңдер де. Әпекемен. Түсіндіңіздер ғой, арнама тіркеліңіз дейді.